Шұғара сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Та, син, мим. Бұлар ақиқатты ашып түсіндіретін һәм хақтан келгендігі ап-айқын кітаптың аяттары. Уа Мұхаммед, байқауымша, сен олар иман етпеуде деп уайымға салынып өзіңді жеп тауса жаздайсың. Егер қаласақ, оларға көктен сондай ғаламат айғақ түсірер едік. Нәтижеде олар оның алдында амалсыз бас иіп, иман етуге мәжбүр болар еді. Оларға қай кезде болмасын, Рахманнан жаңа тағылым, нұсқау, яки ескерту келсе бірден жақтырмаған сыңай танытып, одан сөзсіз сырт айнылады. Олар үнемі осылай, Раббыларынан келген уахиды мойындаудан бас тартты. Алайда олар нені мазақ еткендерін әлі-ақ білетін болады. Олар жер бетіне зер салып қарамай ма? Онда жұп-жұбмен неше алуан өсімдіктер өсіп, қаншама жаңа тіршілік иесін жаратудамыз. Шүбәсіз мұнда айқын дәлел әрі ғибрат бар. Соған қарамастан олардың көбі иман етпеуде. Шүбәсіз, Раббың азиз, рахим. Кезінде Раббың Мұсаға, әлгі залым қауымға бар, яғни Перғауынның қауымына, олардың мені лайықты түрде ұлықтайтын, күпірлік пен астамдықтан, һәм жан төзгісіз азабымнан сақтанатын кезі келмеді ме деп үн қатқан еді. Сонда Мұса, уа Раббым, олар маған өтірікшісің деп жала жабама деп қорқам. Олардың ондай қылығын көргенде, көкірегім қарс айырылып, пайғамбарға лайық байсалдылық таныта алмауым, әрі тілім тұтығып, жолдауыңды лайықты түрде жеткізе алмай қалуым мүмкін. Сол үшін Харунды да пайғамбар еткейсің. Оның үстіне, олардың маған тағатын айыбы да бар. Сол себепті олар мені өлтіріп тастай ма деп қорқам деп жауап қатты. Раббысы оған, жоқ, олар саған титтей де зиян келтіре алмайды. Өтінішің бойынша Харунды да пайғамбар қылдым. Ал енді өздеріңе берген дәлелдерімізді, мұғжизаларымызды алып барыңдар. Шүбәсіз біз де сендермен бірге боламыз һәм бәрін естіп біліп тұрамыз. Перғауынға барыңдар да, біз әлемдердің Раббысы жіберген елшіміз, Исраил ұрпақтарын құлдықтан босатып, бізбен бірге жібер деп айтыңдар. Сонда екеуі Перғауынға барып Алланың бұйрығын жеткізгенде, Перғауын Мұсаға, «Оу, біз сені қаршадайыңнан аялы алақанымызға салып тәрбиелеп өсірмеп бедік. Өміріңнің біраз жылын біздің арамызда өткізбеп бедің. Ақыр соңында істеген ісің анау, сен шынында да жақсылықты түсінбейтін, рахметі жоқ неме екенсің» деп зекіді. Мұса, мен ол істі білместікпен қателесіп істедім. Яғни, сенің адамыңды өлтіріп қоям деп ойламаған едім. Бар ойым оның сазайын беру ғана еді. Содан сендерден сескеніп қашып кеттім. Ақырында Раббым менің бойыма қай мәселеде болмасын дұрыс үкім айта білетін, һәм ақ пен қараның аражігін ажырата білетін, ерекше қабілет тартты әрі мені елші пайғамбарлардың қатарына қосты. Ал маған міндетсініп тұрған нығметіңе келсек, анығында ол жақсылық дейтін жақсылық емес. Исраил ұрпақтарын өзіңе құл қылып, еркек кіндікті балаларын жаппай қырғаныңның нәтижесі болатын деп жауап берді. Перғауындан дайсып, әлемдердің Раббысы деген кім өзі деді. Мұса, егер ақиқатқа көз жеткізейік деген ниеттерің болса айтайын. Ол көктер мен жердің, һәм екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы деп жауап берді. Перғауын кекесінмен маңайындағыларға, мынаның не айтып тұрғанын естідіңдер ме деді. Мұса еш кідірместен сөзін сабақтап, біле білсеңдер, ол сендердің де, өздеріңнен бұрын өткен ата-бабаларыңның да Раббысы деді. Перғауын тағы да маңайындағыларға, сендерге келген мына елші шынымен есінен адасқан екен деді. Мұса сонда да әу бастағы байсалды қалпынан айнымай, сөзін доғармай,
Ол шығыс пен батыстың һәм екеуінің арасында орын алған бар нәрсенің Раббысы, егер ақылға салып, дұрыстап ойлансаңдар түсінер едіңдер деді. Перғауын енді Мұсаға: «Ей Мұса, егер менен басқаны тәңір тұтатын болсаң, еш күмәнсіз, сені зынданға тастаймын» деп сес көрсетті. Мұса: «Сонда саған сөзімді растайтын ап-айқын дәлелмен келсем де сөйтпексің бе?» деді. Перғауын: «Айтқаның рас болса, қане көрсет дәлеліңді» деді. Сол кезде Мұса қолындағы асатаяғын жерге тастай салып еді. Ол бірден нағыз әбжыланға айналып шыға келді. Содан кейін оң қолын қойнынан шығаруы мұң екен, қолы жарқырап, қарап тұрғандардың көзін қарықтырды. Перғауын айналасындағы шонжарларына: «Бұл шүбәсіз өте білгір, өте шебер сиқыршы екен» десті. «Ол сендерді ата мекендеріңнен қуып шығуды көксейді. Ендеше оған қатысты не бұйырасыңдар?» деді. Ұлықтар оны да бауырында жібермей ұстап алып қалда, барлық қалаға шапқыншы жібер, шебер сиқыршылардың бірін қалдырмай жинап алдыңа келсін деп ақыл кеңес берді. Сөйтіп келісілген күні мен деген шебер сиқыршылардың барлығы бір жерде бас қосты. Жалпы халыққа да: «Қане тезірек жиналмайсыңдар ма? Бүгінгі сайыста сиқыршылар жеңіп шығып, бәріміз солардың соңынан ереміз бе деп үміттенеміз» деп жар салып, сиқыршыларға дем берілді. Содан сиқыршылар сайыс өтетін жерге келгенде Перғауынға: «Егер басым түссек, бізге үлкен сый-сияпат берілсе керек» деді. Перғауын оларға: «Әлбетте беріледі. Һәм менің ең жақын серіктерім боласыңдар» деді. Сөйтіп сайыс басталды. Мұса оларға: «Қане, алдымен өздерің лақтыратын нәрселеріңді лақтырып, бар өнерлеріңді ортаға салыңдар» деді. Сиқыршылар қолдарындағы сиқырлы жіптермен асатаяқтарын лақтырды да: «Перғауынның ұлылығы әрі үстемдігімен ант етеміз, бұл сайыстың жеңімпазы мына біз боламыз» деп ант су ішті. Сол сәтте Мұса да қолындағы асатаяғын лақтырып кеп қалды. Сол-ақ екен, ол сиқыршылардың көз байлап көрсеткен сиқырларын бірден жалмап шетінен жұта бастады. Ал Алланың құдіретін өз көздерімен көрген сиқыршылар болса, жаппай сәждеге жығылып, әлемдердің Раббысына иман келтірдік. Мұса мен Харунның Раббысына иман келтірдік деді. Сонда Перғауын ашуға мініп: «Мен рұқсат етпей тұрып, оған иман еттіңдер ме? Демек бәріңе сиқыр үйреткен перілерің сол болды ғой. Ендеше менен көресіні көресіңдер. Ант етемін, қол аяқтарыңды қиғаштап, яғни оң қолдарыңмен сол аяқтарыңды, немесе керісінше шабамында, бәріңді құрма ағаштарына асып қоямын» деп күш көрсетті. Алайда сиқыршылар қасқайып тұрып: «Сол да сөз боп па? Біз қайткен күнде де Раббымызға қайтамыз. Біз ең алғашқы мүміндер болғанымыз үшін Раббымыз күнә қателіктерімізді кешірер деп үміт етеміз» деді. Ақыр соңында Мұсаға: «Құлдарымды ертіп түнделетіп жолға шық. Алайда Перғауын да қарап жатпайды. Соңдарыңнан сөзсіз қуғын салат» деп уақи еттік. Сол кезде Перғауын жазалаушы әскерін жинау үшін барлық қалаға шабармандарын жіберді. Анығында бұлар саны аз тобыр ғана, сонда да түрлеріне қарамай біздің ашуымызға тиюде. Ал біз олардың жанында жұдырықтай жұмылған өте сақ, қырағы қауымбыз. Біз ақырында оларды көз жауын алатын бау-бақшалардан, суы балдай тәтті бұлақ бастаулардан, байлыққа толы қазына мүліктерден және баға жетпес салтанатты жайлармен тақтарынан бір жолата айырдық. Міне бұл оқиға осылай бітті. Ақыр соңында осынау нығметтердің бәрін Исраил ұрпақтарына мұра етіп қалдырдық, нәсіп еттік. Ал енді Перғауынның қалай соңынан түскенін айтайық. Перғауын әскері күн шыға Исраил ұрпақтарының соңына түсті. Екі топ бірін-бірі
қозы көш жерден көргенде Мұсаның жанындағылар ойбай бізді қуып жетті деп жан ұшырды. Мұса еш саспастан жоқ. Раббым сөзсіз менімен бірге. Ол маған тығырықтан шығар жолды көрсетет деді. Біз сол сәтте Мұсаға асатаяғыңмен теңізді ұр деп уақи еттік. Сол-ақ екен. Мұсаның таяғы тиген теңіз суы қақ жарылды да, ортасынан жол ашылып, екі жағындағы су алып таудай болып көтеріле берді. Оларды да, яғни Перғауын мен әскерінде сол араға ентелете жеткізген едік. Ақырында Мұсаны, һәм онымен бірге болғандардың барлығын Перғауынның қанды шеңгелінен құтқардық. Содан соң өзгелерді суға батырдық. Шүбәсіз осы оқиғада ерекше ғибрат бар. Уа Мұхаммед, қауымыңның дені иман етпеуді деп мұңайма. Өзің естіп білгендей, өздеріне қанша жерден мұғжиза көрсетілсе де, олардың Перғауын әулетінің тіпті Мұсаның қауымының көпшілігі мүмін еместі. Шүбәсіз, сенің Раббың азиз, ұлы әрі шексіз үстемдік иесі, Рахим, өзіне бет бұрып, иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Уа Мұхаммед, оларға Ибрахимнің басынан өткен ғибратқа толы оқиғаларды да айтып бер. Бірде ол әкесіне, һәм қауымына, сендердің мына табынып жүргендерің не деген еді? Олар, біз бір қатар пұтқа табынамыз, және олар біздің құдайларымыз болғандықтан, алдарында иіліп құлшылық ете береміз деп жауап берді. Сол кезде Ибрахим, сонда оларға жалбарынып, дұға еткендеріңде олар сендерді естиді ме? Не болмаса, табынғандарыңда сендерге қандайда бір пайда, ал табынбаған жағдайда қандайда бір зиян келтіре ала ма деп сұрады. Олар жоқ. Алайда біз ата-бабамыздың осылай істегенін көрдік деді. Ибрахим, өздеріңнің не нәрсеге табынып жүргендеріңе зер салып қарамайсыңдар ма? Өздеріңнің не нәрсеге табынып жүргендеріңе, һәм арғы аталарыңның не нәрсеге табынғанына зер салып қарамайсыңдар ма? Біле білсеңдер, әлемдердің Раббысынан басқа құлдық ұрып табынғандарыңның бәрі менің дұшпандарым. Мені жаратқан, әрі қай мәселеде болмасын маған үнемі тура жол көрсететінде бір өзі. Ашыққанымда қарнымды тойдыратын, әрі шөлдегенімде шөлімді қандыратын да, яғни ас суымды жарататын да бір өзі. Ауырғанымда маған шипа беретінде бір өзі, сондай-ақ менің жанымды алатын һәм кейін қайта тірілтетін де бір өзі. Ұлы сот күні, күнә қателіктерімді кешірет деп үміт ететінім де бір өзі деді де, Раббысына бұлай деп жалбарына бастады. Уа Раббым, менің бойыма даналықпен, қай мәселеде болмасын дұрыс үкім айтып, лайықты шешім шығара білетін қабілетті арта көр. Мені үнемі игі істер істейтін ізгі құлдарыңның қатарына қоса көр. Маған келер ұрпақ аузында шынайы түрде дәріптелеуді нәсіп етіп, келер ұрпаққа жақсы атты қылғайсың. Сондай-ақ, мені нығметке толы жәннатқа мұрагер болатын құлдарыңның бірі қылғайсың. Әкемді де кешіре көр. Өйткені ол адасқандардың қатарында. Күллі адамзат қайта тіріліп, ғарасат майданына жиналатын күні мені ұятқа қалдырма, масқара қыла көрме. Ол мал мүлікте, бала шағада титтей пайда бермейтін күн. Ол күні Аллаға пәк һәм рухани кеселдерден ада жүрекпен келген жан ғана азаптан құтылып, мақсатына жетеді. Сол күні жәннат Аллаға шын жүректен тағзым етіп, алдында асы болудан һәм азабынан сақтанған тақуа жандарға жақындатылады. Ал жалындаған жаһаннам болса, адасқан азғындардың көз алдына келтіріледі. Оларға, дүниеде Алланы былай қойып табынғандарың қайда қалды? Қане солар сендерге азаптан құтылуларың үшін жәрдем беріп жатыр ма? Тым болмаса, өз-өздерін жарылқай алып жатыр ма деп айтылады.
Соңында жалған құдайлар да, соларға табынамын деп адасқан азғындар да барлығы етпеттермен жаһаннамға тасталады. Іблістің әскері, нөкерлерді түгелдей жаһаннамға тасталады. Сөйтіп онда бірін-бірі жазғыра бастайды. Сонда Алладан өзгеге табынамын деп адасқан азғындар құдайларына: «Валлахи, Алланың атымен ант етейік, біз расында да анық адасқан екенбіз. Өйткені біз сендерді әлемдердің Раббысымен бірдей, әлемдердің Раббысына тең көретінбіз. Бізді басқа емес, әлгі күнәға белшесінен батқан күнәһар кәпірлер, адам мен жынның шайтандары адастырды. Енді бізге араша түсер шапағатшылар да жоқ. Қасіретімізге ортақтасатын жан досымыз да жоқ. Шіркін бізге тағы бір мүмкіндік беріліп, дүниеге кері қайталсақ қой, сөйтіп нағыз мүміндердің қатарынан табылсақ қой» деп ақырып санын соғады. Шүбәсіз осының бәрінде, яғни Ибраһимнің басынан өткендерде, құдіретіміздің шексіздігін көрсететін айқын дәлел, анық ғибрат бар. Соған қарамастан ол қауымның көбі мүмін емес еді. Шүбәсіз сенің Раббың Азиз, ұлы әрі шексіз үстемдік иесі, Рахим, өзіне бет бұрып иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Нұхтың қауымы да өз пайғамбарларын өтірікші деу арқылы бүкіл пайғамбарларға сенімсіздік танытты. Бауырлары Нұх оларға: «Алладан қорықпайсыңдар ма? Алланы шын жүректен ұлықтап, оған асылық қылудан һәм азабынан сақтанбайсыңдар ма? Күмәндарың болмасын, мен өздеріңе жіберілген сенімді елшімін. Ендеше Алладан қорқыңдар. Оған асылық қылудан сақтаныңдар әрі маған бағыныңдар. Пайғамбарлық міндетімді атқарғаным үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің сый-сияпатымды әлемдердің Раббысы Алла өзі береді. Ендеше Алладан қорқыңдар, оған асылық қылудан сақтаныңдар әрі маған бағыныңдар» деп айтты. Қауымы: «Сонда сенің соңыңнан өңшең жаман жәутіктердің ергенін көріп тұрып, саған иман етеміз бе? Олардың ниеттері бізге белгілі ғой, олар саған абыройға, дүниеге қол жеткізу үшін ереді» деді. Нұх олардың ниетін, бұрын соңды не істеп не қойғанын мен білмеймін. Саналарың, түйсіктерің болса, оларда жауапқа тарту Раббымның ғана құзырында екенін білер едіңдер. Мен жанымдағы мүміндерді қумаймын. Мен бар болғаны ақиқатты паш ету үшін келген ескертушімін» деп айтты. Сонда қауымы оған: «Ей Нұх, егер мына үгітіңді қоймасаң, біліп қой, тас боран қып өлтірілетін боласың» деп сес көрсетті. Ғасырлар бойғы арпалыстың соңында Нұх: «Уа Раббым, расында қауымым өтірікшісің» деп маған сенімсіздік танытты. Енді біздің арамызда кесімді үкімді айтқайсың және мені һәм маңайымдағы мүміндерді құтқара көр деп Аллаға жалбарынды. Сөйтіп біз Нұхты және жанындағы мүміндерді жан-жануарлардың әр түрінен бір-бір жұптан тиелген жүкті кемеге мінгізіп, топан судан құтқардық. Содан соң кемеге міну нәсіп болмай қалып қойғандарды суға батырдық. Шүбәсіз осының бәрінде айқын ғибрат бар. Алайда ол қауымның көбі мүмін емес еді. Күмәнсіз сенің Раббың Азиз, бәрінен үстем, әрі ұлы, Рахим, өзіне бет бұрып, иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Ат қауымы да өз пайғамбарлары Худты өтірікшіге шығару арқылы бүкіл пайғамбарларға сенімсіздік танытты. Бауырлары Худ оларға: «Алладан қорықпайсыңдар ма? Алланы шын жүректен ұлықтап, оған асылық қылудан һәм азабынан сақтанбайсыңдар ма? Күмәндарың болмасын, мен өздеріңе жіберілген сенімді елшімін. Ендеше Алладан қорқыңдар. Оған қарсы келіп, астамшылық жасаудан сақтаныңдар әрі маған бағыныңдар. Пайғамбарлық міндетімді атқарғаным үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің сый-сияпатымды әлемдердің Раббысы Алла өзі береді» деп айтты. Сондай-ақ оларға: «Сонда осылайша құрмақтан үшін
һәм ермек болсын деп, жол бойы әр төбенің басына зәулім ғимараттар тұрғыза бермексіңдер ме? Һәм бұл дүниеде мәңгі бақи өмір сүретіндей өздеріңе зәулім сарайлар мен берік қамалдар сала бересіңдер ме? Онымен қоймай, алған нәрселеріңнің бәрін кісі ақысы демей, өзгелердің құқығын аяқ асты етіп, озбырлықпен тартып ала бересіңдер ме? Ендеше Алладан қорқыңдар. Оған асылық қылудан, астамшылық жасаудан сақтаныңдар, әрі маған бағыныңдар. Сендерге өздеріңде білетін мұншама нығметтерді берген Алладан қорқыңдар. Ол сендерге мол етіп, 4 түлік мал, үй жануарлар мен бала-шаға берді. Бау-бақшалар мен сылдырап аққан қайнар бұлақтар нәсіп етті. Шынында да, мен алапат күннің ауыр азабына душар боласыңдар ма деп қорқамын деп, шын жүректен насихат айтты. Сонда әбден азғындаған қауымы: «Ей, Худ, сен бізге уағыз айттың не, айтпадың не, бәрібір. Бұл дін арғы ата-бабаларымыздың жолы. Одан басқа түк емес. Сондықтан да біз сен айтқандай, ата дінімізді берік ұстағанымыз үшін өлгеннен кейін жазаға ұшырап азап тартпаймыз» деді. Сөйтіп олар Худтың өзіне де, сөзіне де сенімсіздік танытты. Біз де олардың көзін жойдық. Шүбәсіз осының бәрінде маңызды да айқын ғибрат бар. Алайда ол қауымның көбі мүмін емес еді. Күмәнсіз, сенің Раббың азиз, ұлы әрі шексіз үстемдік иесі, рахим. Өзіне бет бұрып иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Сәмуд қауымы да сенімсіздік танытты. Бауырлары Салих оларға: «Алладан қорықпайсыңдар ма?» Алланы шын жүректен ұлықтап, оған асылық қылудан һәм азабынан сақтанбайсыңдар ма? Күмәндарың болмасын. Мен өздеріңе жіберілген сенімді елшімін. Ендеше Алладан қорқыңдар. Оған асылық қылудан, астамшылық жасаудан сақтаныңдар, әрі маған бағыныңдар. Пайғамбарлық міндетімді атқарғаным үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің сый-сияпатымды әлемдердің Раббысы Алла өзі береді деп айтты. Сондай-ақ оларға: «Сонда сендер осынау жайлы жерде ағыл-тегіл нығметтердің ортасында осылай жайбарақат тұра береміз деп ойлайсыңдар ма? Бау-бақшалардың саясында, қайнар бұлақтардың басында, жайқалған егін жайларда және уылжып піскен, шоқ-шоқ жемістерінің салмағымен бұтақтары иілген құрма бақтарының ішінде қамсыз, алаңсыз жүре береміз деп ойлайсыңдар ма? Һәм сондай оймен тау жартастарды қашап, асқан шеберлікпен сәулетті үйлер салудасыңдар ма? Енді Алладан қорқып, оған асылық қылудан, астамшылық жасаудан сақтаныңдар, әрі маған бағыныңдар. Шектен шыққан азғындарға мойынсұнбаңдар. Олар есілдерді жер бетінде лаң салу мен бүлік шығаруды көздейтіндер және түзету, жөнге салу дегенді білмейтіндер деп насихат айтты. Сонда қауымы оған: «Ей Салих, сен оңбай сиқырланған адамсың, басқа түк емес. Сен де өзіміз сияқты адам баласысың. Бізден асып бара жатқан ештеңең жоқ. Егер шынымен айтқандарың рас болса, қане, қандай да бір айғақ келтірші, көрейік» деді. Сонда Салих пайғамбар: «Дәлел керек десеңдер, міне сендерге Алланың мұғжизасы ретінде аруана. Бұдан бұлай ауыз суды кезекпен аласыңдар. Судың кезегі бір күні 12, бір күні сендердікі болсын. Байқаңдар, оған тиісуші болмаңдар, әйтпесе алапат күннің ауыр азабына душар боласыңдар» деп оларға мұғжиза көрсетіп соңынан ескерту жасады. Алайда олар аруананың ауыз суға ортақтасқанын қаламай, төзімдері таусылып, ақыр соңында оны бауыздап тастады. Сөйтіп осы үшін көп замай опық жеді. Өйткені олар өздеріне алдын ала ескертілген жан түршігерлік азапқа душар болды. Жан түршігерлік азап оларды тырп еткізбей бас салды. Шүбәсіз осының бәрінде айқын ғибрат бар.
Алайда, ол қауымның көбі мүмін емес еді. Күмәнсіз, Раббың азиз, ұлы, әрі шексіз үстемдік иесі, рахим, өзіне бет бұрып иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Луттың қауымы да өз пайғамбарларын өтірікшіге балау арқылы, бүкіл пайғамбарларды өтірікшіге балап сөздерін жалғанға шығарды. Бауырлары Лут оларға: Алладан қорықпайсыңдар ма? Алланы шын жүректен ұлықтап, оған асылық қылудан һәм азабынан сақтанбайсыңдар ма? Күмәндарың болмасын, мен өздеріңе жіберілген сенімді елшімін. Ендеше Алладан қорқыңдар. Оған асылық етуден сақтаныңдар, әрі маған бойсұныңдар. Пайғамбарлық міндетімді атқарғаным үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің сый-сияпатымды әлемдердің Раббысы Алла өзі береді деп айтты. Сондай-ақ оларды адамдар арасынан әйел затын бұлай қойып, нәпсілеріңді қанағаттандыру үшін осылайша көрер көзге еркектерге барасыңдар ма? Раббыларыңның сендер үшін жаратқан жұбайларыңды бұлай қойып, неліктен мұндай жиіркенішті іске барасыңдар? Сендер расында да адамдықтан мүлдем безген, тым шектен шыққан азғын қауымсыңдар деп, адам айтқысыз арсыздықтан тыйылуға шақырды. Сонда қауымы оған: Әй Лут, егер мына үгітіңді қоймасаң біліп қой, бұл елден бір жола қуыласың деп сес көрсетті. Лут оларға: Маған бәрібір, онсыз да мына істеріңнен қатты жиіркеніп жүрмін деді. Соңында Лут Раббысына: Уа Раббым, мыналардың істеп жүрген істеріне орай келетін бәле-жаладан мені һәм отбасымды сақтай көр деп жалбарынды. Нәтижеде оның өзін һәм отбасын түгелдей қауымының басына келген жойқын апаттан аман алып қалдық. Тек азғындардың арасында қалып қойған кемпір ғана жойқын азаптан құтылған жоқ. Содан кейін қалғандарын түгелдей тасталған қылдық. Төбелеріне алапат жауын жаудырдық. Ескертуге құлақ аспағандардың төбесіне жауған жауын қандай жаман еді. Шүбәсіз осының бәрінде айқын ғибрат бар. Алайда ол қауымның көбі мүмін емес еді. Күмәнсіз, Раббың азиз, ұлы әрі шексіз үстемдік иесі, рахим, өзіне бет бұрып иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Әйка халқы да өз пайғамбарлары Шұғайыпты өтірікшіге балау арқылы, бүкіл пайғамбарларды өтірікшіге балап, сөздерін жалғанға шығарды. Шұғайып оларға: Алладан қорықпайсыңдар ма? Алланы шын жүректен ұлықтап, оған асылық қылудан һәм азабынан сақтанбайсыңдар ма? Күмәндарың болмасын, мен өздеріңе жіберілген сенімді елшімін. Ендеше Алладан қорқыңдар, оған асылық етуден сақтаныңдар, әрі маған бойсұныңдар. Пайғамбарлық міндетімді атқарғаным үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің сый-сияпатымды әлемдердің Раббысы Алла өзі береді деп айтты. Һәм оларға: Өлшеуішті дәл тартыңдар және тараздан жеп, елге зиян тигізушілердің қатарына қосылмаңдар. Дәл өлшейтін таразмен тартыңдар. Ел жұртқа тиесілі дүниені жымқырып, елдің обалына қалмаңдар. Жер бетінде, яки бұл жерде лаң салып, бүліншілік шығармаңдар. Өздеріңді һәм алғашқы нәсілдерді жаратқан Алладан қорқыңдар. Оны шын жүректен ұлықтап, оған қарсы келуден сақтаныңдар деп насихат айтты. Сонда қауымы: Әй Шұғайып, сен оңбай сиқырланған адамсың, одан басқа түк демес. Сен де өзіміз сияқты адам баласысың. Бізден асып бара жатқан түгің де жоқ. Біле білсең, сені өтірікші кәззаптардың бірі деп есептейміз. Егер шынымен шыншыл болсаң, қане, аспаннан төбемізге кесек-кесек тастар түсірші, көрейік деп күпірлікте қасарысты. Сонда Шұғайып: Раббым, сендердің не істеп не қойып жүргендеріңді бәрінен де жақсы біледі деп, олардың ісін Аллаға тапсырды. Нәтижеде қауымы оның өзінде, сөзінде жалғанға шығарды. Алайда көп ұзамай-ақ
Жер әлемді қап-қара түнек қаптаған сол бір күннің алапат азабы оларды тырп еткізбей бас салды. Шүбәсіз ол сондай бір алапат күннің жойқын азап еді. Шүбәсіз осының бәрінде айқын ғибрат бар, алайда ол қауымның көбі мүмін емес еді. Күмәнсіз сенің Раббың азиз, ұлы әрі шексіз үстемдік иесі, рахим, өзіне бет бұрып иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Бұл Құран еш шүбәсіз әлемдердің Раббысының бірте-бірте түсірген кітабы. Оны Рухул Әмин, аса сенімді, Жәбірейіл періште жеткізуде. Адамдарды теріс жолға түсуден сақтандыратын, ескертуші пайғамбар болуың үшін оны сенің жүрегіңе ұялатуда. Ап-айқын әрі аса көркем араб тілінде жеткізуде. Шүбәсіз, ол Құран жайлы бұрынғылардың кітаптарында да айтылған. Исраил ұрпақтарының ғұламаларының осынау ақиқатты білетіндігі мүшріктерге айғақ ретінде жетпей ме? Егер біз оны арабша мүлдем білмейтін, араб емес басқа бір ұлт өкіліне түсірген болсақ, сөйтіп бұл Құранды олардың өздеріне оқып берсе, олар оған бәрібір иланбас еді. Міне осылайша оны, Құранды, күнәға белшесінен батқан кәпірлердің жүрегіне кіргіздік. Яғни олар оның мағынасын түсінеді, асқан көркемдігін мойындайды, оның адамның немесе жынның сөз емес екенін, тіпті оның мінсіз һәм теңдессіз иләһи мұғжиза екенін анық біледі. Алайда олар жан төзгісіз азапты өз көздерімен көрмейінше, жан төзгісіз азаппен бетпе-бет келмейінше, оған иман етпейді. Осынау азаптың оларға аяқ астынан келетіні соншалық олар бастарына төнген қауіпті сезбей де қалады. Олар жойқын азапты өз көздерімен көргенде, бізге өзімізді түзету үшін аз да болса уақыт мұрсат берілмес пе екен деп мүсәпір күйге түседі. Сонда қазір олар сол азабымыздың тезірек келгенін қалай ма? Өзің де білетіндей, оларды ағыл тегіл нығметке бөлеп, тағы біраз жыл өмір сүргізсек, содан кейін өздеріне уәде етілген қорқынышты азап бастарына келсе, соншама жыл нығметке бөленіп өмір сүрудің оларға қандай да бір пайдасы бола ма? Біз алдын ала ескертуші пайғамбарлар жіберместен бірден-бір елді мекеннің күлін көкке ұшырған емеспіз. Оларға үнемі насихат айтылып, ненің хақ, ненің жалған екені жадыларында жаңғырып тұрды. Біз әсте залым болып жан баласына қиянат жасаған емеспіз. Бұл Құранды шайтандар жеткізген жоқ. Бұл оларға лайықты іс емес. Һәм олардың мұндай кітап түсіруге шамасы да жетпейді. Өйткені олар Алла елшісіне келетін уахиді күні бұрын ұрланып тыңдаудан мүлдем қағылған, яғни оларға бұдан бұлай пайғамбарға келетін уахиді алдын ала ұрланып тыңдауға үзілді-кесілді тыйым салынды. Уа Мұхаммед, олай болса, Алламен қатар өзгеге де Құдай деп жалбарынба. Әйтпесе азапқа душар болғандардың қатарына қосыласың. Алдымен ең жақын туыстарыңа ескерт. Соңыңнан ерген мүміндерге жанашыр, кішіпейіл, әрі қолғанат бол. Егер жақындарың шақыруыңа құлақ аспай сенен сырт айналса, және жаңа мұсылман болғандар ескі әдеттерінен тыйыла алмай саған қарсы келсе, оларға мен сендердің мына істеріңнен аулақпын, мына істеріңе менің ешқандай қатысым жоқ деп айт. Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, һәм рахим, ерекше мейірімді Аллаға тәуекел ет. Ол сенің түн ішінде намазға тұрып, құлшылық ететініңді көретініндей, иләһи пәрмендерді бұлжытпай орындауға әрдайым дайын тұратыныңды да көреді. Сондай-ақ, құлшылығыңды лайықты түрде атқару үшін сәждеге бас қойғандармен бірге жан тәніңмен намаз оқығаныңды, һәм сол өзіңмен бірге сәждеге бас қойғандардың Аллаға лайықты құл болу үшін аянбай еңбек етіп жүргеніңді де көруде. Өйткені ол Сәмиғ, бәрін естуші, Алим,
бәрін білуші. Ал енді, уа адамзат, жын шайтандардың кімге үйірсек келетінін айтып берейін бе? Олар күнәға белшесінен батқан кәззапқа, жалақорға үйірсек болады. Ол шайтандар періштелердің сөзіне ұрланып кеп тыңдауға тырысады, алайда олардың көбі өтірікші кәззаптар. Немесе сәуегейлер тыңдағыш жын шайтандарға құлақ асады, алайда олардың көбі өтірікші кәззаптар. Яғни, сәуегейлердің сөздерінің көбі барып тұрған өтірік. Ал шайырларға келсек, олардың соңынан тек тура жолдан тайып, бетімен кеткен азғындар ғана ереді. Олардың сезімге беріліп, бірде жақсылықты жырласа, бірде жамандықты жырлап, бірде мақтау, бірде даттау жаудырып, сай-салада бет-бетімен лағып жүргенін көрмеймісің? Сондай-ақ олар өздері істемейтін істерді сөз қылады, тек иман келтіріп. Сол иман негізінде игі істер істейтін, Алланы көп еске алып, оған көп құлшылық ететін және қиянат зұлымдық көргенде есесін жібермейтін ақындардың жөні бөлек. Яғни, дін дұшпандары өзіне, дініне, пайғамбарға немесе діндес бауырларына тіл тигізгенде қарап қалмай, от ауызды орақ тілді, жүрегінің түгі бар ақындардың жөні бөлек. Ал шайтан мен нәпсінің жетегінде кетіп, өздеріне һәм өзгелерге зұлымдық қылғандар және адасқан ақындар болса, өздерінің ақырының не боларын әрі қандай төңкерісті бастан кешетіндіктерін әлі-ақ біледі.